Қазақ елі. Біз қазір Павлодар қаласындамыз. Мұнда әкім мен халық арасында кездесу өтіп жатыр. Халық өзінің наразылығын әкімге білдіруде. Себебі олар қазір таңда суық күнде отыр. Біз қазір Павлодар қаласындағы әкімшіліктің ішіндеміз. Әкім Біржан Нұролланнан сұхбат алатын боламыз. Сізбен кездескенімізде қуаныштымыз. Бүгінгі халықтың наразылығы қай тараптан, қандай жағдайда болып жатыр? Наразы емес, халықта бәрі дұрыс. Неге біз қазір сондай қаншама жыл болды уже. Ауылымызда 2000 жыл келеді деген 2017 жыл болды, әлі жоқ. Жылу бар, бірақ сапасыз. Сол екі көрпені қабаттап жамыламыз күн сайын. Аяғымызға жүн-нәски киіп отырамыз. Әкім қайда қарап отыр? Келгенде бірнеше жыл болды уже. Халық әкіммен бетпе-бет кездесу жасады. Олар өзінің наразылықтарын әкімге осылай жеткізді. Ақша төлеп отыр. Мысалы, биыл тендер бөлінді. Сұрақтан қашқан әкім халыққа жауап беруден бас тартты. Нұроллан мырза, сізге соңғы сұрақ. Бұл халық пен жолдың арасында мәселені қалай шешесіздер? Үкіметтен 35 миллион қаржы бөлінді. Қордан соны шешіп, әзірге үйлерге уақытша обогреватель алып беретін боламыз. Осылайша Павлодар қаласының әкімі тұрғындарға уәде берді. 3 сағаттың ішінде әрбір үйге обогреватель жеткізетін болды. Сіздермен бірге Закиров Омар, Жұмаш Сара, арнайы Арман Медиа үшін.